Түркістан облысында ауыл аманаты жобасы бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіліп, орындалу барысы жіті бақылауға алынған. Жобаны іске асыру үшін биыл өңірге 19,8 миллиард теңге бөлініп, несиелендірудің 6 бағыты таңдалды. Пилоттық жобаны жүзеге асыруға барлық ауылдық округтерде скрининг жұмыстары жүргізіліп, 16 қала ауданнан 64 ауылдық округ бекітілді. Сондай-ақ жобаға қатысатын 72 кооператив анықталып, әлеуетті несие алушылардың тізімі жасақталыпты. Қазіргі таңда 7,3 миллиард теңге болатын 847 өтінім қабылданды. Оның ішінде 312 өтінімнің, яғни 2,6 миллиард теңгесінің құжаттары мақұлдау сатысында. Облыс әкімінің орынбасары Ермек Кенжеханұлы жауаптыларға шаруалардың құжаттарын тапсыруға көмек көрсету керектігін айтты. Әр ауылдық округта бір маманнан отырыс қоятын болады дұрыс. Бірінші мәселе, екінші мәселе бағанағы және Картекске қосымша тағы да бір кооператив ашу мәселесі бойынша, егер Картексте мүшелердің саны көбейіп бара жатса, біз екінші кооператив ашуға көмек көрсетеміз. Бірақ бірінші қолда бар кооперативтің мүшелеріне қарайық. Егер бағана айттым ғой, егер оның саны көп болатын болса, түсінеміз, үлкен кооперативті басқару оңай емес, оған екінші кооператив ашуға қарастырайық.